Барлықтарыңызға сәлем, желіден Нұралы крипто. Бүгін біз осы аптада ашылған сделкаларды разбор жасайтын боламыз. Осы аптада бізде 5 сделка аштым мен, және де 80% финрейтпен ол сделкаларды жаптым. Жалпы эррорлар жаман емес, осылай трейдтарды қалай аштым жалпы. Барлығын разбор жасайық. Сонымен евро бойынша сделкадан трейдтан бастайық. Так, евро бойынша трейдта мен алғашқы трейдменде стоп-лосс алып қалдым, өкінішке орай да. Өзімнің былайша айтқанда лоткама бойынша, потому что асүйе целдар жоғары көтерілуге потенциал болды мына жақта ликвидность қалғандықтан да. И плюс мына жерде зона интересінің ішінде конфирм алғаннан кейін мен лонг ашамын деп шештім, бірақ баға бізде лонгқа мүмкіндік берген жоқ, дальше төмен қарай құлай берді. Негізі өткен жұма күні баға осы хайды шешіп Азиядан төмен қарай құлайды деген анализ болған. Сол анализ бойынша баға бізде төмен қарай кетті да. Ал давайте higher time frame қарайық. Higher time frame бізде логично тұр. Баға бізде бір күндік time frame'да мына жерде дисбаланстың ішінен өте жақсы реакция берген болады. Қарайтын болсақ, бір күндік дисбаланстан өте жақсы реакция алып тұр, және де осылай төмен қарай үстідегі ликвидность шешкеннен кейін баға төмен қарай. Жалпы енді логикаға біраз келмейтін трейд, но все-таки өзім үстіге қарай барғанын бір қалап едім, бірақ олай болмады. Енді келесі трейдті қарайық. Келесі трейд бізде иена бойынша болды. Так, иена бойынша бізде, так, давайте қазір LTF-қа тиік. Вот мұндай сделка ашылды. Жалпы 3% осы сделкадан алып шыға алдым, то есть күнді плюсқа шығардым десем болады. Так, көрейік енді қандай трейд болды. Так, ең алдымен біз higher time frame'нен бастайық. Жалпы қарайтын болсақ, бізде баға higher time frame'да нефкадан бастайық. Нефкада төмен қарай құлағаннан кейін бізде астыда equal loss, то есть қалдырғанда. Бірақ оған барардың алдында бізде баға ликвидностьпен жұмыс жасап, жоғары қарай өскенін, то есть реакция бергеннен кейін жоғары қарай бізде мына жерде дисбаланс зонасын қалдырған. Осы дисбаланс зонасының ішінде баға қалай өзіне ликвидностьті шешіп, жинап, аккумуляция жасап жатқанын байқадым, және де 29 күні мен осы аралықта кіші таймфреймда лонг позициясын ашамын деп шештім. Давайте LTF-тан қарайық. LTF-тан бізде баға лоуды өткен күннің минимумын шешіп алғаннан кейін жаңа сессия бізде тағы да қалған ликвидностьтарды шешіп, бізге позицияға кіруге жақсы мүмкіндік береді. Және де реакциясын қарасаңыздар, реакциясы өте керемет, жоғары өскен соң астыдағы тоже дисбаланстарды жапқаннан кейін баға жоғары қарай өсіп, біздің таргетқа дейін барған. Енді мен қай жерде жабылдым, соны қарастырайық қазір. Так, мен примерно мына жерлерде жабылып қалдым. Егер де дальше жасасам, мен take profitпен жабылуға мүмкіндігім болғанда цельді осыған қойған, баға соған барған. Мына жерде жабылдым примерно, и бұл жерде примерно 2% рискпен мен позицияға кірдім десем болады. Потому что сделканы ертеңгі күнге қалдырғым келген жоқ. Мысалы, мына жақта ликвидностьтар жинап кетті баға, и оны мен ертеңгі күні шешіп те алуы мүмкін еді да. Поэтому осындай сделка менде USD GPI бойынша шықты. 53.429-да кірдім, 53.98-де шықтым. Вот мына жерде кірдім, 98, ну примерно осы аймақта мен шығып кеттім. Енді келесі сделканы қарастырайық. Келесі сделка бізде алтын бойынша бұл жерде 1,7 R, 1% риск, және де 1,7% маған депозитіма алып келді да. Келесі трейдті қарастырайық. Алтын, ол бізде алтын бойынша болды. Мына трейд жалпы бізде бұл жерде 390.51-де кірдім, 403-те примерно шығып кеттім. Енді екіге бөлдім. Бір трейдінде мен мына жерде шыққан болатынмын, екіншісі осы жерде тейкпен өзі автоматты түрде жабылды. Так, сделка бізде жалпы осы. Давайте ең бірінші higher time frame'ді қарайық. HTF-тан не көріп тұрмыз да? Жоғары таймфреймда біз бағаның ликвидностьпен қалай жұмыс жасаған байқап отырмыз. То есть ликвидность шешіледі, жоғары өседі да. Потом мына жақта келеді, сол зонаға қайтадан ликвидность шешеді, жоғары өседі, реакция береді, и 2-3 күн бойы солай қайталанғанын байқап тұрмын. Енді мен сауда ашатын күнде баға мына жақтағы дисбалансты жауып, кіші таймфреймда бізге ликвидностьпен жақсы жұмыс жасап, позицияға кіруге мүмкіндік беретін. То есть баға бізде мына аралықта
екі бірдей лоу қалдырған, және осы екі бірдей лоуды шешіп, плюс мына жақта қалған ликвидностьтарды шешіп, баға жоғары қарай өсіп, мына жақтағы equal highsқа дейін барды. Таргет осы болған, осыған қойдым. Дальше мен позицияда отырмаймын да, таргетқа жеткеннен кейін. Одан кейін баға былай қарай кетпей қалуы шарт, сондықтан таргетте жабыламын деп шешім қабылдадым. Так, енді біз давайте вот келесі сделканы қарастырайық. Келесі сделка менде евро бойынша болды. Бұл трейдта мен 1% рискпен кірдім, және 2,5% примерно пайда шығара алдым. Так, менің точка входа 82.57.56 болды. ATX 79.88. Давайте бұл сделканы разберем. Так, сделка бұлай ашылды. Неге бұлай аштым да? Қарайық. Бізде общий баға қалай кетіп жатыр да? Баға бізде общий төмен қарай құлап барады, және де бұл жерде выгодно қалай төмен қарай сделка ашқанға да, потому что бізде цельдар әлі астыда бар. Егер нефканы мән беріп қарасақ, нефкада бізде бағаның бару керек, вот дисбаланс зонасы бар. И баға осы зонаға дейін мен ойымша цель ретінде мен қабылдадым. Және де previous day low'ды қарайық, мына жақтағы ликвидностьтарда минимумдар. Олар бізде ликвидность шешкен, но ликвидностьпен шешкенімен астыда бізде дополнительно, то есть сол жақта ликвидностьтар болды, баға шешу керек, және баға соған төмен қарай ұмтылды. Енді сделкаға келетін болсақ, сделка бізде баға мына ликвидность шешкеннен кейін, общий структура шортқа айналғаннан кейін, менде мына жерде Азия сессиясы ликвидностьпен қалай жұмыс жасағанын көрдім. Содан кейін мен осы жерде мына жақта ликвидность шешілді, және де мына жерде тоже ликвидность шешіліп, төмен қарай құлайды деген идея болды, потому что төмен қарай цельдер бар. Маған керек цель ол мына минимум болды. Осыны баға шешті, мен дальше ештеңке қарастырмаймын да. Көрейік қалай жалпы сделка жабылды. Бізде келеді, мен 56-та кіріп үлгердім, және баға төмен қарай құлап, менің позициямды вот ешқандай промедлениясыз четко жауап берді. Так, вот жалпы сделка менің осылай жабылды. Әрине мен біраз бөлшегін мына жерде жаптым. Қалған мөлшері 79.78-де жабылған болды. Так, бұл бізде бірінші тамыз күні ашылған трейд. Келесі трейдті қарайық, бұл higher time frame. Так, келесі трейд бұл бізде тоже евро бойынша болды. Қарастырайық. Бұл жерде примерно мен 2,5-2,7 әр аштым десем болады. Входым 79.26-да болды. Тейк менде 81.82-ге қойған болатын. Енді қарастырайық, бұл жерде қандай логика болды. Так, мынау бізде LTF, давайте higher time frame өтейік. HTF-қа қарайтын болсақ, бағана алдыңғы сделкада мен айтқан болдым, что мен бағана дисбалансқа күтемін деп, және де баға дисбаланс зонасына келген көрдім, ценовой неэффективностьқа. Содан кейін кіші таймфреймдер не істеп жатқанын қарадым да. И содан кейін мен бағаның зона интересаның ішіне келген соң ликвидностьпен жұмысын байқадым. Содан кейін менде кіші таймфреймда осы жерде лонг позициясын ашамын деп шештім. То есть мына жерде емес, примерно мына аралықта лонг позициясын ашамын деп шешім қабылдадым. Стоп-лосстен мына минимумның артына қойдым. Ал тейк профитті мен мына жердегі ликвидностьқа қойған болатынмын, және де баға мені успешно тейк профитпен жапты. Жалпы осы апта өте керемет апта болды. Көптеген трейд ашуға мүмкіндіктер берді, және де 80% win rate'пен мен осы аптаны примерно өз балансыма 8% жасауға мүмкіндік берді. Сондықтан жалпы өте керемет апта болды десем болады. Өздеріңіздің трейдтарыңызды комментарийға жазып отырыңыздар, қандай апта болды сіздерде егер сауда жасасаңыз да. Содан кейін сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар, жауап беруге тырысамыз. Ал видео сіздерге пайдалы болса, разбор, онда видеоға лайк басып, достарыңызбен бөліп отпаңыздар. Болашақта әлі алда тағы да осындай разборлар шығып тұратын болады. Онда біз сізбен қоштаспаймыз. Келесі видеода, келесі разборда кездескенше дейміз. Сондықтан аман сау болыңыздар.